Баршаңызға сәлем. Дәл осы салатты қысқа арналған ең күшті салат деп айта аламын. Себебі дәл осы салатты сіз банкіге жауып, қыстың күні біріншіден тамаққа томат ретінде пайдалана аласыз. Себебі құрамында барлық көкөністер бар. Екіншіден дәл осы салатқа нанды батырып, тәбеташар салат ретінде жей аласыз. Ал үшіншіден кез келген уақытта пицца пісіріп жегіңіз келсе, пиццаның арнайы соусын дайындамай, дәл осы салатты бетіне жағып жіберіп, пиццаны пісіріп алсаңыз болады. Ал бисмилля, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, жарты пияладай шай кеседей, яғни майымызды құямыз. Көп құюдың керегі жоқ, себебі салатымыз майлы болып кетеді. Бірінші пиязымызды ашып, жуып, турап алып қуырамыз. Екінші сәбізімізді осындай үккіштен өткізген оңайырақ. Егер қолмен турайым десеңіз де, қолмен турасаңыздар да болады. Бірін үстіне бірін салып қуырамыз. Салатымыз барынша дәмді әрі өзімізге пайдалы болу үшін өзіңіз жақсы көретін көкөністердің барлығын ұсақтап турап қуыра берсеңіз болады. Келесі кезекте мен орам жапырақты, яғни капустаны турап қуырамын. Салаттың құрамына нақты қанша килограмм, грамм қосып жатқандарының барлығын описаниеде толық қалдыратын боламын. Негізінде байқасаңыздар, барлығын бір табақпен өлшеп салып жатырмын. Тазартылған, туралған күйінде үлкен бір табақпен барлығын бірдей етіп салып жатырмын. Көкөністерді турап жатқан кезде қазаныңызды араластырып тұруды ұмытпаңыз. Келесі кезекте үлкен табағымызға салқын суды құйып, бір немесе бір жарым ас қасық содамызды салып, салатымызға қосатын өзіңізге ұнайтын кез келген зеленді, яғни көк шөптерді салып бұқтырып қоямыз. Болгар бұрышында турап салатқа қосып қуырамыз. Ал енді қызанақтарымызды жуып тазалап болған соң, 4 бөлікке немесе өзіңіз қалағанша үлкенірек бөліктерге турап аламыз. Қызанағымыз бізде 24 килограммда, яғни бір коробка қызанақты жуып тураттым. Бірақ қазанға саларда барлығын бірден емес, біртіндеп араластырып болғаннан кейін үстін салып отырмын және дәміне қарай бірнеше ас қасық тұз салып араластырдым. Содаға бұқтырып қойған зелендерді жақсылап таза суға бірнеше рет шайып болған соң, барлығын ұсақтап турап салатымызға саламыз. Мен қосып жатқан зелен түрі укроп, петрушка және де сельдерей деген лағманға қосатын зелен түрі. Сіздер қалаған зеленді қоса берсеңіздер болады. Өте пайдалы әрі хош иіс беретін, дәмін ерекше қылатын чеснокты да ұмытпаңыз. Барлығын салып, жақсылап араластырып және 1-2 сағатқа қайнатамыз. Видеода байқағандарыңыздай, қазанның ішінде қайнап тұрған салаттағы қызанақтарымыз уже жұмсарып, қабығынан оңай алынатын дәрежеде жетіп тұр. Енді қарасаңыз, салаттар әртүрлі капустамыз, сәбізіміз барлығы ірі көлемде көрініп, қызанақтардың қабығы желінген кезде ыңғайсыз болып, сондай болады. Сол үшін блендеріңіз болса, үстінен дәл осы мен сияқты қайнап жұмсарып болғаннан кейін осылай блендермен ессеңіз,
өте әдемі, ұсақ, ішінде ештеңесі болмай, тіпті қызанақтың қабықтары да жағаласып жүрмей әдемі болады. Ал егер блендеріңіз болмаса, жаңа мен қолмен тураған заттардың бәрін алдын ала мясорубкадан өткізіп отырып қуырсаңыз, дәл осылай шығады. Енді тек соңғы этап қалды. Бізде ащысын өзіңіз қалауыңыз бойынша қосып, тұзын дәміне қарай қосып, қара бұрыш және де лавр жапырағын қосып, дәмдеуіштерді жақсылап араластырып, жарты сағаттай қайнатамыз. Қазандағы салатымыз қайнап, дайын болуға жақын қалғанда, дәл осылай крышканы және банканы қайнаған суға стерильдеп дайындап аламыз. Түрінің өзі тәбетіңізді ашып тұрған шығар. Дәмі өте дәмді шықты. Майда ешқандай артық зат жоқ. Кепчуктен де, біздің томатымыздан да асып түседі. Кейде біздің кішкентай балаларымыз салаттың ішіндегі сәбізін көріп қойып, немесе помидорын көріп қойып, жемейміз деп сыртына шығарып жатады. Дәл осылай жасайтын болсаңыз, ешқандай зат көрінбейді, білінбейді, әрі жесе өте пайдалы. Өте пайдалы салатты сіздер жасап көріңіз, бізге ас болсын, және каналды тіркеп алуды ұмытпаңыз, подписация басып, алдағы уақытта бұдан да басқа рецептермен бөлісіп отырамын.